Сәлеметсіз бе? Бүгін біз екеуміз зертханалық жұмыс жүргіземіз. Алдымен өзімізді таныстырып кетейік. Менің атым Кеңесбайқызы Жәния. Мен есімім Шайхимова Нұргүл. Жәния, алдында ыдыстарда қандай заттар бар екенін айта қойшы. Ұлғайтқыш, су, жұмыртқа, қасық, тұз. Жарайсың, Жәния. Ал енді кәне ұлғайтқышты алып, тұздың түсін айта қой. Ақ. Дұрыс айтасың, тұздың түсі ақ екен. Неге ұқсайды екен? Қарыға, ұнға, тұз, қантқа. Дұрыс айтасыңдар. Тұз қантқа, ұнға, қарға ұқсайды екен, Және адам тұзсыз өмір сүре ала ма? Жоқ, апай. Адам 6 грамм тұз тұтыну керек. Тұзды неге қосамыз біз? Салатқа қосамыз, тамаққа қосамыз, нанға қосамыз. Жарайсың. Ал Жәния, тұзымызды енді біз қатты жұмсақ екен байқап көрейік. Яғни қасықты алып, тұзды мына ыдысқа сал. Ал енді осы қасықты тұзды үстінен басып көрші. Қатты ма, жұмсақ екен? Қатты, апай. Қатты екен, Ал қандай дыбыс шығатын сияқты? Шытырлайды. Шытырлайды екен, жарайсың, Жәния. Жәния, алдымызда ыдыста су бар екен, Ал енді ұстап көрші, көк түсті бейнеленген суымыз қандай екен? Суық па, жылы ма? Суық. Ал екінші ыдыстағы қызыл түспен бейнеленген су жылы ма, суық па? Жылы. Енді осы екі ыдысқа қасығында алып, екі ыдысқа тұзымызды сала қой. Араластыр. Араластыра қой. Араластыр. Ал Жәния, қарай қой. Не байқадың? Осы екі ыдыста су қайсы тұз тез еріді? Жылы судағы тез еріді, ал салқын судағы жай еріді. Жарайсың, Жәния. Жәния, келесі ыдыста тағы да су бар екен, Енді осы суға тұз салып көрейікші. Сала қой. Біреуіне тұз саламыз, екіншісіне салмаймыз. Араластыра қой. Жарайсың. Енді Жәния, жұмыртқаның бататын, батпайтын білетін боламыз. Ал Жәния, екі ыдыстағы жұмыртқадан не байқадың? Тұз салынған суда жұмыртқа батпады, ал тұз салынған суда батты жұмыртқа. Жарайсың, Жәния. Бүгінгі зертханалық жұмысым ұнады ма саған? Ұнады. Ал бүгін біз нені білдік? Нені зерттедік? Тұздың қатты жұмсақ екенін білдік. Тұз қарыға, ұнға, қантқа Жарайсың, ұқсайтынын білдік. Жұмыртқаның бататынын, батпайтынын білдік. Тұз салынған суда батқан жоқ, ал тұз салынған суда батты. Жарайсың. Суық суда жай ериді, ал жылы судан тез еріп кетеді. Келесі зертханалық жұмысымызда кездескенше сау болыңыздар.